Ассалаумағалейкум. Құрметті біздің көрерменші подписчиктерім, қалайсыздар, қалай жазаларыңыз? Жақсы, бізде енді кішігірім Алматыдағы өзіміздің автосалонды таныстыра кетейік деген. Бізбен бірге жұмыс жасатын ұжымдарды. Жақсы алтындай балалар. Бұны қасымызда отқан Дәурен, Занит, Алматы қаласының осы кісінің де номері болады. Біздің астымызда хабарлассаңыздар, тапсырыс берсеңіздер. Осы кісілер жауап береді. Одан қасымызда Ерлан. Ассалаумағалейкум. Ерлан. Біздің мекен жайымыз Рысқұлова сайына дейді. Одан кейін Рысқұлова 258. Керек болса, осы Алматы облысы бізде көп. Қашан ашасыз, қашан Алматыдан боласыз деген көп ағайын туысқандар сұраған. Келіп өшерге ақылдасып, осы кісілермен тапсырыс көлік беріп, болмаса өшерден алсаңыздар да болады. Бізде рәсімде кредитке, наличкеге сондай жолдар бар. Көбісі сұрайды, жаңағындай бола ма рассрочкеге, кредитке бола ма? Әрине, соның бәрі болады. Бізде астында телефон номерлер болады, соған хабарласып, бәрін сұрасаңыздар болады. Жүріңіздер, бізден көліктерді көрейік. Өшерде Так, бізде міне бірінші Hyundai Grandeur газбен 20 жылғы 15 миллион 990 мың теңге. Одан бұл Palisade әлі өзінің тонировкасымен бірге тұр. Тонировкасымен Кореядан жақында келген. Бұл бағасы 27 миллион 720 жылғы 17 мың пробегпен, 17 мың 500 пробегпен. Одан кейін Grandeur, бұл керемет Toyota'ны аямай, жаңағындай Toyota'ны сырайын тетамаймыз бұл Grandeurге. Шын айтқанда 14 миллион 990 мың теңге, 3 куб бензин. Мен енді ертерек таныстыра кетейін. Бізде Алматыда нерде айтпақшы, тағы мынандай нәрсе бар екен ғой. Обедтен кейін күн шығып тұрса, обедтен кейін жаңбыр жауады. Соған қарай көліктеріміз жаңа жаңбыр себелеп өтті, соқыр жаңбыр дейді. Сол сияқты берді машинаның жуын ориентир сай алмай қалып жатыр қой. Avalon 20 жылға 21 миллион 700. Таза японский сборка, қоңыр цветті, өте керемет. Одан кейін қазіргі уақытқа сай K8 енді ішіне отсаңыз вообще іші комплектациясы енді осымен жүрсең көшеде бәрі бізге қарайды ғой. Не деген машина, қандай машина деген сияқты. Бұл K8 26 миллион 490 мың теңге, 2D5, 26 мың пробегпен 22 жылға. Осылай өздеріңіз келіп көрсеңіздер болады. Көліктер өздеріңіз көргенде күндіге келеді, кетеді, сүреміз, сатылады дегенде. Hyundai'ның ішінен шыққан Genesis представитель класс. Бұл енді біздің S-класс Mercedes'тер сияқты. 28 миллион 500, 3D5 турбо, 21 жылғы, 8 коробкалық, өте ішінің бәрі керемет. Тағы да отдельно оған тікелей видео істейміз. K8 тағы да бізде 2D5 24 миллион 290 мың теңге, 22 жылғы, 7500 пробег, 2D5. Енді корейстің көлігін неге мақтап жатырмын? Өйткені корейский көліктерге қазір бізде уже ауысып жатыр, бәрі білет. Көшеде жүрем, базарда, супермаркет, автовокзал, вокзал, аэропорт. Енді әңгіме мені көргенге де бірге әңгелесіп қалады. Сонда айтады, корейстер өздерінің осындай акула сияқты дизайнмен, комфортымен, ішіндегі оптикалармен қазір сөзбен айтқанда жыртып жатыр дейді ғой. Действительно жыртып жатыр. Өткенде Toyota оның қасында ұйықтап жатқанын өздері де білет, и соны әңгіме қылып, сол нәрселердің бәрін айтып жатыр. Зато арзан, сапасы мықты, и комфорт көліктер болып отыр ғой қазіргі біздің нарықта, базарда. Одан кейін бізде міне Прадамыз Дубайдан келген. Дубайдан қазір міне бізде ар жағында көрсетіп жүр. Mitsubishi Montero спортты
Ресей еліне алып қойды. Ол жерде бізде үшеуі бар еді, үшеуінде келіп сразу ол жаққа қатты машина керек болып жатыр. Енді білесіздер өздерің не болып отқанын ол жақта. Прада 26 миллион 500, 21 жылғы 5 пробег, 2.7 бензин. Кредитке де болады, наличкеге де болады. Кеттік. Бізде бұл келген көлігіміз Семей қаласына. Асеке, ассалаумағалейкум. Семейден осы көлікті көрсеңіздер, бір ай болады. Осындай алдындағы решеткасы басқа грандеулерден көрдіңіздер ғой. Басқаша мынау осыны өзіне жарасатындай қылып жасадық. Өте керемет. Тонировкасы бұны әлі шешілген жоқ. Полная комплектация без крыша панорама дейді. 3 куб газбен. Ол кісі газ алады, санат алған, енді грандеур алды. Семейден көрсеңіздер, осыған сигнал басып, аты Асқар. Асеке, рахмет бізден тапсырыс беріп, ағайын туысқан болып кеткеніңізге. Ол кісіге бұл 11 миллионға түсті. Одан кейін Санта-Фе, бізде Санта-Фе, по-моему, бұл да Дубайдан келген. Жоқ, Дубайдан емес, бұл 2.2 дизель екен бізде. 2.2 дизель, турбо, 20 жылғы 16 миллион 290 мың теңге. Кеттік ары қарай. Сосын нарықта бізде жоқ, біздің базарда жоқ, бұны біздің қазекең білмейді ғой әлі. Kia Mахаб дейді. Енді бұның обзорларын көрсеңіз өте керемет. Орыс ағайындарымыз мықты шығарған. 28 миллион деп тұрық. 28 миллион 21 жылға 30 мың пробегпен 3 куб дизель. Алматыда, в общем, Қазақстанда бір 2-3 ғана бар. Өте керемет. Ішіндегі оптикасы да, жүрісі де бұл рамный болады. Бұны түсінетін, именно осыны мінетін ағайындарда бар. Бізде де бар, келіп көрсеңіздер болады. Так, одан кейін Тусан. Hyundai Tucson 15 миллион 990 мың Араб мемлекетінен келген, Дубайдан жаңағы 5 пробег, 21 жылға 2 литр бензин, ақсветті. Kia Sorento 26 миллион 290 мың, 22 жылға 5 пробег, 3.5 полный комплектация Kia Sorento. Бұл да жақсы машина. Kia K7. Мен жақсы көрем. Kia K7 мен грандеурді өте өзім айдаған соң керемет. Бұл маған ыңғайлы. Менің даже айтсам үйде келіншегім, анам сияқты шын айтқанда, бұл бәр ыңғайыма қарасады ғой маған. Мен бұны қанша басып айдадым, теуіп айдадым, қалай айдадым, бірақ Kia K7 керемет. Мақтайтындай өзінің атына сай. 13 миллион 490 мың, 17 жылғы 82 мың пробег, 3 куб газ. Бұл облыстарда бізде қалаға келіп кететін бар, таксовать ететін бар. Вот мына көлікті алсаңыз шаршамайсыз, реально жұмыс жасап, шіреніп отырып, ішінде кондиционермен крыша панораманы ашып қойып, шіреніп жүрсеңіз болады. Ол бар. Одан кейінгі бензин 15 миллион 190 мың теңге, 2.4, 19 жылғы, нарықта мокрый асфальт дейді ғой, соған қарай. Бұл да K7-дер өте керемет. Өйткені бізде Hyundai Sonata, ол да Кореядан келген. 15 миллион 190 мың теңге, 20 жылғы 67 мың пробег, 1.6 3 кубтың, 1.6 турбо, 3 кубтың шамасымен жүреді. 8 коробка. Комплектациясы да жақсы, состояниялары өте керемет. Одан кейін тағы да бізде грандеур арзан, ең арзан. Бұның бір 2-3 деталь крастетілген. Бізде сондайлардың бәрін көрсетіп береді даже. Одан кейін 12 миллион 990 мың. 3 куб бензин, асығыңыздарынан албаңыздар. Қазір доллар қатты көтеріліп жатыр. Отылмайсыздар. Машина қазір уақытта бағасы әрі түспейді. Мұнан қараңыздар, 19 жылға дейін, 20 жылға дейін шыққан грандеурлер бар. Одан кейінгі дизайндар мынандай болып шыққан. Бұл газ. Бұл да өте керемет. Маған қатты ұнайды грандеурмен Hyundai'дың осы жағдайлар. Бізде Kia Sorento тағы да түсі керемет.
пепел дейді ғой, күлдің түсі сияқты. 16 миллион 690 мың, 19 жылғы 48 пробег, 2.4 бензин. 2.4 бензинді бұлар орыстар жинайды и Америка жинайды. Кореяда бұлар 2 литр турбо болады. Кеттік. Одан кейінгі нарықты, тағы да бізде мына жақта мыналарымыз бар екен ғой. Ой, даже мен бұлардың аттарын білмеймін енді. Бұның үшін қыста жүретін скупер дей ма? Солай айтылады, енді қазақша айта берейінші. Өзім бұл нәрсені көп айдап көрмеген соң, ана даже атын да білмеймін. Тележкасымен бірге 5 миллион 500 келісімді бағалар бар. Бұл енді жазда қазір Қапшағайға алып барсаңыздар болады. Оны өздеріңіз білесіздер. Өте керемет. Бұның бағасы бізде нарықта жазылмапты, балалардан сұраймыз. Одан кейін катеріміз бар. Бұны да алып жүрсеңіздер болады. Бұның да бағасы, нарықты бағасы мен комментарға жазып қоям. Міндетті түрде көрсеңіздер болады. Одан кейін Kia Carens өте керемет. Бізде жаңағы Alphard таксиде жүрген қазір 2.5, 2.4, 3 па, по-моему, сондай Alphardтардың орнына қараласатын Kia Carens деген көлік. Өте бұл да керемет. Газбен 2 литр. 7 орындық. Яри таксовать етуге болады бұны. Только таксовкаға аласың, демалып айдайсың, ақша табасың, кредитке алсаң, өзін жауып, машина өзіңе қалады дегенде ғой енді. Kia Carens 10 миллион 190 мың теңге. 19 жылғы 75 пробег, 2 литр газ, 7 орындық. Так, бізде мынау Toyota Avensis, Toyota Avensis бұл бізге басқа көлікпен бірге ауыстыруға. Тағы айта кетейін, сіздің көлігіңіз осындай жылы жаңалау болса, мынандай кастемге қайсыған санатаға өзіңіздің ойыңыз кетсе, мына көлікті әкеліп бағалап, біз солай да істеуге болады. Мынау солай келген көлік, біздің бір көлігімізге ауысқан, үстен доплата беріп, осы көлікті тастап кеткен. 8 миллион 290 мың теңге, 12 жылғы 197 мың пробег, 2 литр бензин. Осындай көліктерде шығады арасында. Енді мұнау Chevrolet Spark дейді, бұл Кореядан келген, 19 жылғы 45 мың пробег, 1 литр бензин, 5 миллион 390 мың теңге. Бұл енді қарындастарымыз енді үйреніп атқан, или жеңгелеріміз, әпкелеріміз, қыздар осы көлікке ыңғайлы деп ойлаймын негізі енді. Қаланың ішінде өте доставкаға басқаға зыпылдап жүре береді. Бізде де бар ғой жаңа зыпылдайтындар, сол сияқты сондай көлік десем болады. Менің енді өзім көз қарасым. Кореяда солай жүретін бұл көп нәрсені. Так, одан кейін Accent 9 миллион 990 мың. Бұл Hyundai Accent бізге жаңағындай 21 жылға полный комплектация 1.6 бензин. Кожаный салон. Бұны да бізге ауыстырып алып келген. Бағасы енді кішкене қымбаттау, бізге қымбаттау түсті. Осыны көрсеңіздер болады. Hyundai Accent кредитке де бар. Одан кейін Toyota. Мен Toyotалардың аттарын білгім келмейді, неге, өйткені бәрі осындай болып шығарғанда, қазіргі сияқты емес, қазіргі Toyotаларды. Corolla. Жақтырмаймын. Почему? Неге бұларды жақтырмаймын? Өйткені мен Кореяда 20 жыл жүрдім. 20 жыл жүрген кезде солардың тарихтарын білсем, жапондар соларды қанша рет басып алған, қанша басып, сол жерде отырған, кейін оларға көмектесіп, Японияны қайтарған. Корея мемлекеті де Японияны қатты жеп көреді. Сол сияқты бұл да маған сондай қалып кеткен, өйткені мен Кореяның жұмыс жасадым, әліге дейін жұмыс жасап жатырмын, нанын жауып жатырмын. Маған да сондай сияқты болды. Мен өзім жастайым, 20 жасым, 19 жасқа дейін өші жерде болсам, қалғанның бәрі сол Кореяда өтті. Сол үшін мен де кішкене японецтерге жақсы қарағым келмейді. Олар менде тіл қатынасты, бір тірлік істейін деп, бір басқа нәрселермен сөйлесіп, предложенияларды сояқтан бір заттар керек болса да, олар да жаңа дікеңдеп сөздер андай тарс-тарс жабылады да, бір ыңғайы келмейді. Сондай нәрселер бар ғой. Енді, может быть, сіздерге білмеймін енді, сондай шығар. Сіздерге басқа японецтер кездескен шығар, бірақ маған ондай әлі кездескен жоқ. Toyota Corolla 6 миллион 700,
13 жылғы 127 пробег, 1.6 бензин. Осыны да көріңіздер. Енді бұл базар ғой, бизнес. Соған қарай айтып жатқан. Мен неге Toyota мінгім келмейтінді. Так, Hyundai Starex. Бұл газбен 2.4. Өте керемет. Жаңағыда бұнты садикке, таксовать етуге, тонировкасын әлі тұр. Таксовать етуге, басқа тағы да қызметтерге өте жарайтын көлік. Ішінде комфорт, ішінде мониторы бар. Бала шағада отыра алады. Бұның бағасы, бұл 20 жылғы, бұның бағасы, по-моему, 15 миллион әлі жазылмапты. Тонировкасымен әлі Кореядан келелі тұр. Урбанның дизайнында бәрі. Бұл өте керемет подоконнигі бар. Маған қатты ұнайды бұл машина. Көп шаруаға салуға болады. 15 миллион 500 ба, сондай примерно ориентировочный жазбатып аларға жазыртып қоямын. Одан кейінгі Chevrolet Captiva дейді, 12 миллион 990 мың 21 жылға 40 мың без пробег жоқ, 1.5 әйел балаларына, осы жеңге әкелерімізге өте керемет. Бұл да жаңа араб мемлекетінен Дубайдан келген көліктеріміз біреуі. Так, бұл Tucson. Tucsonға келсем, өзінің кәрістеріме келгенде келем ғой. Так, Tucson. Hyundai Tucson 2019 жылғы 45 пробег, 2 литр бензин, таза кореянка, корейс. Нарықты бағасы қазір 12 миллион 990 мың. Мен осыларға жақтаймын, неге өйткен білем. Бізде мынау K5-тар заказ берсеңдер де болады. Бұл уже бізде кеп қойған, сатылып қойған, проданады тұр газбен. Примерно бағалары 7,5-8-ге дейін келеді. 7 миллион кейін ұрылған деген сияқты болса, бұлар заказбен сондайға әкелуге болады. Бұл мен 1 жыл болды келгенде, бір 10-ын алып келгем. Бұның бәрін осы Алматы қаласында таксопарктар сатып алып, үшеде тұрған 7-10-ы. Біреуі ғана қалды, номерін шығарып жатыр, соны шығарып, егестік береміз. Осының бәрін келіп сразу сатып алды. Алматыға келгелі бері. Енді жаңағы сіздердің өздеріңіз сұрағандарыңыздай бізде көп комментарийға жазатын едіңіз, Алматыдан қашан Алматыдан Алматыдан толық келіп көштік. Өшердеміз Рысқұлова 258 тағы айтайын. Келіп көрсеңіздер болады. Біз көшені бір түсіріп кетейік қазір. И одан кейін бізде тағы карнивалымыз бар. Сол карнивалды көріңіздер. Қараңыздар. Бұл карнивал 9 орындықтар жатады. Өте керемет көлік. Енді мақтауға шексіз. Оның ішінде бота деген қыз отыр екен тағы да. Так, мұнда арты жиналады. Бұл енді бала шағаға. Қалғандары ақ салон. Қалғандары 9 орындық. Артына 4-теу, алдына 2 отырады. Өте керемет. Бұның бағасы нарықта бағасы 29 миллион 700. 29 миллион 700, 21 жылы Kia Carnival. 3.5 бензин. Ұрылмаған, солмаған, таза көлік. Енді бұл көлікті айдасаңыз, демалу айдайсыз. Ішінде де комфортынан өте керемет. Сол осы комфортты, осы нәрсенің бәрін айтып жатқаныма, просто әшейін оны мен өзім білем. Сіздер де соны бір көріңіздер, өздеріңізге айдап, көшеге келіп, көріп, сондай қысаңыздар да болады. Енді біздің көшеміздің аты Рысқұлова Сайна, Рысқұлова 258. Сіздерді күтеміз, өшерде келіңіздер, сұраңыздар. Мына жерден ағылып жатқан көліктер бәрі келеді, көріп жатыр. Жақсы. Мына көлікті жаңа айттым, Ресей мемлекетіне сатып алып қойды. Өйткені Ресейде қазір көлік жетпей жатыр. Өздеріңіз білесіздер, жаңағы Украинамен соғыс болып жатқан соң, ояқта бәрін жауып тастады. Енді ол жақ политикаға кірмейміз. Біз өзіміздің шаруамызды жасай береміз. Сол сияқты. Тапсырыс берсеңіздер де болады. Тапсырыс берсеңіздер де болады. Тапсырыс берсеңіздер, өшерге келіп, қорқатын болсаңыздар, өшердегі алып келген көліктерді сатып алсаңыздар да болады. Несиеге де алсаңыздар болады. Так, енді осы видеоны тағы да ары қарай ұзарту үшін мен енді көп
қолым тимей жатқан соң жаңағындай комментарий жаза кетіңіздер. Міндетті түрде не қандай түсірім керек, не туралы айтуым керек. Заходите деп қояйын да. Міне артыңдағы қыздар келіп көріп жатыр, көліктерді сұрап жатыр. Иә. Так, сіздер де осылай келіп көрсеңіздер болады. Бірге болайық. Бізден подписать етіп, лайкты аямай, комментарийлар жазып, жаңағы сұрақтарыңыз болса, сондай нәрсе пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сау саламат болыңыздар, қош болыңыздар, жақсы.